Ассалаумағалейкум баршаға. Менің атым Расул, фамилиям Хакимязов. 2001 жыл Нөкіс қаласында туылғанмын. Қазіргі уақытта Қарақалпақ мемлекеттік университетінде 4-ші курс студентімін, инглиз тілі факультетінде оқимын. Қазірде 3 жылдан бері осы SMM тарауында істеп келе жатырмын. Әуелен бар SMM-нің тарамадын айтып өтпестен бұрын SMM менен маркетинг парқын түсіндіріп беретін болсам, яғни маркетинг бұл үлкен бір керек деп алатын болсақ, SMM оның бір кішкене бір жапырағы деп түсінсек болады. Яғни маркетинг екіге бөлінеді. Digital маркетинг һәм traditional маркетинг. Digital маркетинг бұл цифровой маркетинг. Traditional маркетинг бұл традиционный маркетинг. SMM болса, сол digital маркетингнің бір бөліміне кіреді. Енді дараматқа тоқталатын болсақ, мен расын айтатын болсам, бұл тарауға дарамат үшін кіргенмен, һәм өзімнің қызығушылығыммен де кіргенмен. Но менде основном қызығушылық бірінші орында болған. Созатты білуіміз керек, яғни тек қана бір курста оқып, сразу бірден SMM болып кете алмайсыз, яғни SMM специалист болып кете алмайсыз. Мераки академияда оқығанмын, яғни Шахбозбек Далимов деген бар YouTube каналда, блогер. Соның арқасында мен SMM-ге қызығушылығым артқан, һәм ол өзінің маркетинг агентствосын һәм учебный центрін ашқан Ташкент қаласында. Һәм онлайн курсларым бар еді, Мераки маркетинг академияның. Сол жерде онлайн курс оқығанмын. Одан кейін Влад Яско деген украиналық СНГ-дағы ең бірінші SMM специалист, маркетолог бар. Соның курсларын сатып алғанмын, онлайн курсларын. Осы екеуінің жәрдемінде мен SMM-ді толық үйреніп, өз жұмысымды бастағанмын. Һәм 2022-ге келіп, Space Academy-дің маркетинг курстарын сатып алғанмын. Һәм осы жерде маркетингді үйреніп, уже SMM-нен сәл тоқтатып, маркетолог болуға әрекет қылғанмын. Қазіргі күнде мен маркетолог болып келе жатырмын. Маркетинг деген тілді, ахуай тілді түсіндіріп беретін болсам, көз алдыңызға келтірің, екі жол бар. Ортасынан бір канал, бір дария өткен. Соның үстінде көпір бар. Мысалы, бір адам келе жатыр, мынақта магазинге бару керек. Ол магазинге я болмаса бір сол оқу орайға или қандай бір фирмаға бару үшін үстінде көпірден өту керек. Мысалы үшін, көпір бар. Основном ол жердегі сол магазин менен сол инсанды бір-біріне байлайтұғын құрал бұл маркетинг. Яғни көпірді біздер маркетинг деп түсінсек болады. Себебі егер маркетинг болмаса, маркетингнен пайдаланбаса, ол жерде сатуан болмайды, ол жерде брендқа деген сеніман болмайды. Ол брендті, компанияны ешкім танымайды. Соның үшін маркетинг түсіндіре аламын. Маркетинг вазифасы сонымен бизнесті рауаждандыру, һәм сол компанияны, фирманы таныту, һәм потенциал, яғни тұрақлы, анық жөнелтілген аудиторияны, клиенттер шақыру. Бірінші орында, егер дарамадыңыз жоқ болатын болса, мен өзімден болған. Дарамад жоқ болса, бұл ешқандай проблема емес. Яғни, егер сіз білім үйрене жақсыз ба, егер сіз кәсіп үйрене жақсыз ба, YouTube-ға көрім. YouTube-та подробный информация берілген. SMM туралы подробный информация берілген, маркетинг туралы мәліметтер берілген ол жерде. Бесплатный қалеген чалып үйренсеңіз болады. Сол инсанда қызығушылық болса, әрекетшең болса, үйренсе болады. Яғни, маркетинг өте кітаптар оқыса болады. Мысалға, сарафан маркетинг, маркетинг адоя, har türlü kitaplar var marketinge байланысты.
Не үшін социал тармақтарда, сонда Instagram тармағында блог жүртемін, себебі бірінші орында сол жастардың медиа культурасын рауаждандыру. Екінші орында осы SMM haqqında, маркетинг haqqında толығырақ мәлімет беру. Себебі қазіргі күнде инфо-цыганство, яғни инфо-цыганство жақсы рауажданып кеткен. Яғни бір курсты оқып алып, өзімен SMM шықпайын, SMM специалистпен деп, сразу курс ашып, жалған мәліметтер тарқататқаларым көп. Сол себептен мен өзім Instagram тармағымда толығырақ һәм анық түсінікті мәлімет беріп келемін. Көпшілік бизнес иелері бұрынғы динозавр дәуірінен бері жасап келатырады. Яғни мен социал тармақта болсам, болмасам, маған клиент келе береді, саудан бола береді, дарамадым арта береді деп ойлайды. Ол неді? 2019 карантин басталды. Карантин басталғаннан кейін уже абсолютно хамме жарша болды. Адамдар уже үйінде отыратын болды. Көпшілігі үйінде отырғаннан кейін ішіп піседі. Өзіңіз білесіз, біздердің телевидениеда жақсы көрсетулер жоқ. Таналу керек. Неғылады адамдар уже Instagramға социал тармақлар кіріп басылайды. Уже хамме социал тармақта бар. Уже көпшілік бизнесте сол уақыттан бастап оянып бастады. Һәм менде сондай асығушылық болды. Яғни уже карантин басталды, көпшілік үйінде отырыпты, SMM-ді бастауымыз керек. Мен ойламағанмын, что бұл жағдайға тайын емес екен. Сразу бастадық, агентство аштық, SMM бойынша график дизайнер, копирайтер, таргетолог и видеомейкер алып басладық. Бір бізге спонсорлық қылды, істедік. 4 ай ма, 5 ай ма жүрді неміз, агентствомыз. Проект алмадық олма проект алмадық. Себебі біздердің прайсты ешкім көтере алмайтын еді. Себебі 1,5 миллион, 2 миллион еді, сол уақытлары 1,5 миллион деп айтатын едік. Сол жүргізіп беру бір ай давамында. Сонда мен Instagramға пост қойғаныңызға, видеоны сағаныңызға ақша 1,5 миллион төлеймен ба деп ойлайтын еді көпшілігі. Маған керек емес, отказ қылатын еді. Ал келіскен проектлерменен олар баста істедік, жүргіздік 2 проектті. Біреуі киім магазині еді, Китайдан доставка қылатын. Біреуі ресторан, атын айтпаймын. Істедік, біреуінің сумасын ярымын алдық, ярымын ала алмадық. Себебі ол бізге бермеді. Не үшін бермеді? Себебі біздер олар менен официальный договор қылған жоғадық. Прям тек ауызға келіскен едік. Болды, ажаға, ашпа, келістік, зорқып береміз. Ал местерге сенемін, андайдақ береміз, андайдақ сейіс дейтін еді. Сонымен баста передоплата басладық, но кейінгі ярымын берген жоқ. SMM-шылардың общий бір несі бар, группасы бар, общий Өзбекстандағы. Сол жерден вакансиялар кеп тұрады. Бір Кореядан бір вакансия түсті. Учебный центр болам. IT-ға байланысылы, яғни Кореядағы өзбеклерге онлайн тәрізде сабақ береді. Олам Кореяда оқитын адам еді, сол Кореяда сабақ беретін еді. Вот сол нөлден аккаунтын басладық, нөлден жүргіздік, қазірім жүріп кетір ол проект. Соны алдым. Ол алғаннан кейін таныстарына мақтады. Адам бар екен, сепаратор бейінкін деп. Кейін Корея еңгеліктері деген аккаунтты алдық. Яғни өзіміздегі Күнус, Круз, Салаңғыстар Навысында канал еді болды. Оны жүргіздік. Ең үлкен проектім болды, $500 алған. Сол уақытта мен үшін $500 ең үлкен сума етті. Навысында канал жүргіздік. 5 айма жүргіздім оған болған. Одан кейін Қазақстаннан проектілер шығып бастады, оларды істедім. Кейін
Америкадан бір проект шықты, Bilingual Online School деген. Основном осы Өзбекстаннан грин карта ұтып кеткен адамдарға английскийден сабақ беретін еді ояқта. Яғни бұл жақта грин карта ұтып кеткендер английский вообще өледі. Я болмаса онша жақсы білмейтін еді. Ояқта үйрететін едім сол үшін инглиз тілін. Вот сонда мен аудитория жинап беретін едім оларға. Яғни Instagram жүргізіп, таргетлерін жағып ояқ бітті, Telegram группаларын жүргізіп беріп, бірге істедік сонымен. Не үшін көпшілік жастар шетелге кетуді қалайды? Хотя мен де уақытында қалағанмын. Себебі өздерімізде сол жастың бейнетін, болмаса оның алға ұмтылушылығын көпшілік қадірлемейді. Сол себептен жастарда пікір пайда болуы мүмкін. Менің ниетімді, менің әрекетлерімді басқа елдерде қадірлеу мүмкін деп ойлайды. Бірақ бұл қате. Себебі біздерде бар қиыншылықтар о жақтан болуы мүмкін. Я болмаса біздердегі плюс себептер о жақта минус болуы мүмкін. Сол себептен егер хамме кете беретін болса шетелге, өзіміздің жәмиетімізді кім рауажландырады, өзіміздің халықтың пікірін кім рауажландырады ол кезде. Одан жақсырағы өзімізде қалып, өзіміздің немісті культурамызды, медиа культурамызды рауажландырып, давайте сол халықтың уровеніне өздерімізден жеткізейік. Яғни одан өтіп кетейік. Өтсек болады. Қараң, мысалы үшін біздердегі SMM менен, мысалы Европа менен, болмаса Қазақстанмен салыстырып көретін болса, біздер тәуірек алдындамыз. Жақсы SMM-шылар жоқ, жақсы маркетологлар аз. Ол жерде сонда контент-мейкер бар. Контент-мейкер наманы шығарып беретін шығарсыз, не екен? Көпшілік жастар SMM тарауын үйреніп, бір курсы үйреніп шыққаннан кейін SMM-нан сразу $500, $1000 айна тауамын деп ойлайды. Бірақ бұл қате. Себебі бірінші орында сіз тәжірибеге ие емессіз, екінші орында портфолиоңыз жоқ, үшінші орында бизнес иесіменен қайтып сөйлесуді һәм өзіңіздің услугаңызды өзіңізді қайтып сату керек екенін білмейсіз. Сол себептен бірден ондай сума табу қиын. Енді өзімнің дарамадыма тоқталатын болсам, бастағы бір жыл, 2 жылда реальный көп болмаған. Но қазір шүкір, семьялымын, келіншегім бар, өзім оқимын, өзім контрактіме, семьямды бағуыма, планша айлануыма, яқы һәм мезатқа жеткер алман деп ойлаймын. Осы SMM маркетинг тарауына шұғыр кіретін болсаңыз, һәм фокусыңызды бір жерге қаратып, жауапкершілікті болатын болсаңыз, өз жұмысыңызға, һәм берген алдыңызға қойған мақсатыңызге тамам ұмтылатын болсаңыз, SMM-нан, маркетингнан бір жылда беймәлел бір Spark автомобиль алсаңыз болады. Осы SMM тарауында, маркетинг тарауында өмірімнің ақырына жеткен жұмыс істемеймін ба? Яқы бұл SMM маркетинг тарауын жинастырып, мемлекеттік жұмысқа, яғни өзім тарауы бойынша жұмысқа кіру мүмкін ба? Бірақ менің алдыма қойған мақсатларым бар, яғни келешекте және бір мәрте өзімнің
agentствомда шу. Yani SMA marketing shunda hammaning bo'ladi, samolyot kasblarga uslugalarimiz bo'ladi. Ham bilimlendirish sistemasida kiruv, ya'ni учебный center ham частный школа ya bo'lmasa частный universitet shu niyatim bor. Sebebi ne uchun bundan niyat ham maqsad qo'yganman? Tanal kerak bizlarda bilimlendirish sistemasi ko'ngilligiday emas. Men o'sha mamlakatimizda yilida bilimlendirish sistemasini ham mediadagi kulturani rivojlantirish maqsadida o'sha niyatlar qilganman. Ya'ni men to'liqlay bu umrimda oxirina shekam SMA mamlakatda o'qib bo'lib ketu niyatim yo'q. Ya'ni siz men hozir rivojlanyapman. Basta основной maslahatim olsam, kaza marketda o'qibman. Marketing va o'sha SEO ga o'tiladi. SEOdan keyin o'sha biznes qurib, o'zimning biznesimni boshlayman.